сүйікті жарым Айман, құлыншақтарым Ербол мен Қаракөзге. Сендерден хат алған кезде құлазыған көңілім көтеріліп, жүрегім елжіреп кетеді. Сендерден хат алған сайын өмір сүруге деген құштарлығым артады. Біздің бақытымызды ойран еткен соғысқа лағынет айтып, бар даусымен айғалап алғым келеді. Дубна қаласында бір ауыл бар. Бірде аяқ астынан келген фашистер ауыл тұрғындарын шіркеуге қамалып, есік терезесі мен айналасына бензин құйып өртеп жіберді. Шіркеу болса, 1 сағат ішінде жанып кетті. Ауылдың ішінде 800-ден астам еш жазықсыз адамдар болған еді. Олардың көбісі ойын балалары, апалар, әйелдер болды. Осындай жан түршігерлік көріністі көргенде жүрегім соғуын тоқтатады. Айналдырған 2 ай ішінде мен бұрын соңғы көрмеген қайғы қасіретті көрдім. Қарға адым жерде снаряд атылған кезде сен өзге түгіл өз аты жөнінде ұмытып қаласың. Тура өлім мен өмірдің арасында болғандайсың. Айналайын Айман, берік бол, мықты бол, балаларды қорға. Тағдыр жазса, жеңісті күндерде жолығармыз.